Армысыздар, құрметті тыңдармандар, YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ерсайын аға көршіміз еді. Өте бірақ көңіл, қалжыңбас, иман жүзді жас кезінде серлеу болған жігіт ағасы мені өзіне жақын тартып, інімдеп кетті. Түр-түсіміз ұқсас еді. Ал зайыбы Гүлбөбі тәте сондай бір керемет кісі. Былай қарағанда оларда бәрі болды. Басында жатақханада тұрғандарымен кейіннен 3 бөлмелі пәтерге қолдары жетті. Жекелік көлікте алды, тұрмыстары жақсара түсті. Өздері бірін-бірін қатты қадір тұтып, ерекше сыйласатын. Біз қарап тұрып қызығатынбыз. Ерекең ішімдік ішпейтін. Кезінде нормасын асыра орындадық деп әзілдейтін. Алғашқы кездері шын бақытты жұптар екен дестік, сырттай қызығып. Араласа келе олардың шын мәнінде жүректері жаралы екенін білдік. Бәрі бар. Құдай тек қана бір шаранаға зар қылып қойған. Ерекең азамат емес пе? Бұл жөнінде сөз қозғамауға тырысатын. Гүлбөбі қанша дегенмен әйел заты ғой. Менің келіншегіме ішкі арманын сырғып шертіп, көз жасын төгіп алады. Амал қанша? Бір нәресте сүйсек қой деп, еңірегенде етегі жасқа толады. Кейде бұған күйеуін кінәлап отыратын. Мен оған онша мән бермедім. Ол кезде. Ойымда күйеуіңіз бе, әлде өзіңіз бе кінәлі деп сауал көкейімде тұрушы еді. Әрине, бұл ойымда сыртқа әсте шығармаған емеспін. Жаны күйзелген жанның жарасына тұз сеуіп қайтем дедім. Бір күні ол үйде ұлан асыр той болды. Ерекең туған інісінің қызын 6 айлығынан бағып алатын болып шешіпті. Інісі балалы шағалы тұғын. Бір ұлы бар деп естігем. Мына қызын ағасына беріпті. Сондағы Гүлбөбінің қуанғанын көрсеңіз, тегінде әйел бақытынан асқан бақыт жоғау. Жеңгеміз де, ағамыз да құлпырып сала берді. Ерекең інісінің қызын өз баласындай бауырына басып, өте жақсы көріп кетті. Балажан ақ екен. Тәте болса, барын соның аузына тосып, арқасынан тастамай жүріп өсірді. Не ішем, не кием демеді. Енді 6 айлығынан басқа туған анасындай болмағанда қайтеді. Ойыншықтың түр-түрі де сол меруеттікі еді. Туған күнін бірде-бір қуанышын атаусыз қалдырмай, үйлерінен қонақ арылмайтын. Өзім куәгермін. Ерекең жұмыстан келіп, қызын аймалап отырып, тақпақ үйретіп, ертегі айтып беретін. Менің әйелім, сен туған қызыңды Ерсайын ағадай жақсы көрмейсің, балаға суықсың, дейтін. Мен іштей жақсы, қанша жақсы көрсем де сырттай сездірмеуге тырысатын едім. Өйткені бізді әкеміз солай өсірді, тәрбие солай болды. Әйтпесе, менен өткен балажан әке болмас. Арада 3 жыл өтті. Мерует балпақандай болып өсіп кетті. Кішкентай кезінде қаншама ауырды десеңші, аяғын сындырып алған кездерде болды. Гүлбөбі мен Ерсайын соның бәрін қабағын еш шытыспастан көтере білді. Қыз баланы мәпелеп өсірді. Бір күні әйелім түйеден түскендей, кім Меруетті шешесі алып кетіпті деп салғаны. Не дерімді білмей табанда кім деппін. Кім болушы еді? Ерсайын ағаңның келінін айтам деп мән-жайды түсіндірді. Кейіннен Ерсайын аға, неге бердіңіз Меруетті деп сұрадым ол. Келін қызымды бермесе ажырасамын депті. Бар болғаны осы. Міне содан кейін олардың қабағын қайтадан уайым бұлты торлады. Інісі мен келіннің бұл ісіне айдалада жүріп әйелім екеуміз күйіп пістік. Кімде болса ашуланар еді ғой. 6 айлығынан бастап 3 жасқа дейін бағып-қағып өсірген баладан ажырау оңай болсын ба? Мен іні мен келіннің қатыгездігіне налыдым. Өздеріңде бала болмаса жөн-ау, осыдан кейін бұл өмірді өгей өмір, бұл тірлікті өгей тірлік, мұндай бауырды бір анадан туса да өгей бауыр демеске шарам қалмады. Одан бері қаншама жыл өтті, әлі күнге дейін сол оқиғаны есіме алсам жүрегім қанжылайды.
Ерекеңнің біздің үйде бір қыз бар, шекесінде жұлдызы бар деп әндетіп отырғаны көз алдымда келеді. Гүлбүбі болса, меруетті арқалап алып, бір қолына ауыр қапшық ұстап, бір қолымен шанасын сүйретіп, жүзі бал-бұл жанып, үйіне кетіп бара жатқандай болады да тұрады.